Беймәлім ұшқыш нысан. Осы сөзді естігенде бізге ең алдымен тәрелке пішінді транспорт еске түседі. Осы тәрелке пішінді транспортты өзге планеталықтар, яғни жат цивилизация өкілдері басқарады деген миф тарап кеткен. Шынында солай ма? Беймәлім ұшатын нысандарды зерттеуші ғылымды уфология, ал ғалымдарын уфологтар деп айтады. Белгісіз ұшатын нысандар туралы алғашқы ресми деректер 3-ші Тутмос Мысыр фараонының тарихи жылнамаларында жазылған. Шамамен алғанда біздің заманымыздан бұрынғы 1486-1425 жылдар аралығы. Интернетте аспан кеңістігінде еркін қалықтаған табақшаны ұялы телефондарының камерасына түсіріп үлгергендер жетерлік, бірақ анық-қанығына жету қиындау. Сонымен бүгін Скаврон арнасы интернеттегі өзге планеталықтардың кемесі түсіп қалған видеоларды көрсететін болады, бірақ беймәлім ұшқыш нысан немесе жасанды видео екеніне көз жеткізе алмаймыз. Ал сіз видеоны лайкпен қолдай отырыңыз. Мына видеода сіздер жас жігіттің белгісіз объектті түсіріп алғанын көресіздер. Бір қарағанда батпырауыққа ұқсайтын бұл нәрсе қорқынышты көрінеді. Жапония тұрғыны мына бір видеода белгісіз жарық қозғалып бара жатқан нәрсені түсіріп алған. Көбісі бұны өзге цивилизацияның меншігі деп айтады. Өйткені бұл видеоның тарап кеткені сонша тіпті Жапон телехабарларынан да көрсеткен. Францияда түсірілген мына бейнероликтен сіздер осындай жарық нәрсені көре аласыздар. Көбісінің айтуы бойынша бұл фотошопқа еш ұқсамайды. Египеттен дәл пирамида төбесінен белгісіз ұшатын объект түсіп қалған суреттер өте көп. Соның бірі мына Египеттегі турист түсірген бейне. Фотошоп не жоқ екенін білу қиындау. Он 4 қаңтарда 2017 жылы Secure Team 10 каналында мына видео шыққан болатын. Видео бойынша астронавт ұшып жүрген жарық объекттерді қолымен жаппақ болған. Видеоны шын екенін көрсету үшін Secure Team 10 арнасының админі бірнеше рет жақындатып көрсетеді. Secure Team 10 арнасы админі бұл видеоны Аполлон миссиясы түсіріп алған видеодағы өзге объекттермен салыстырған болатын. Сонымен бұл шынымен өзге планеталықтар ма? Сео Арканти есімді видеоблогер бұның анық-қанығына жету үшін архивті іздестіре бастайды және мына бір 2015 жылы салынған видеоны табады. Бұл біз айтып отырған видеоның дәл өзі. 1 сағаттық видеоның 40 минуттарында мына ұшып жүргендерді байқауға болады. Кейінірек белгілі болғандай бұл жай ғана скафандрдан шыққан микроқоқыс, яғни шаңның тозаңы екен. Сонымен Скавронның кезекті бір видеосы соңына жетті. Егер ұнаса, әрине лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Және де Скавронның ВК-дағы парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар.